Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді оригинальный рецепт вупи пайның рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен менің инста парақшам менен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл өте дәмді болып шығады және міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға біз шоколадымызды аламыз. Мен бұл жерде Қазақстан шоколадын қолдандым. Сіздер қаласаңыздар, басқа да шоколадты қолдансаңыздар болады, бірақ Қазақстан шоколадымен өте дәмді болып шығады. Және де ол оригинальный рецептте осылай Қазақстан шоколадын қосу қажет. Қазақстан шоколадын салып болғаннан кейін май саламыз. Майды салғаннан кейін барлығында отқа қоямыз. Одан соң силиконды күрекшемен араластырып, үздіксіз араластыру арқылы ерітіп аламыз. Енді жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. Ол үшін 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстінен қантты саламыз. Салып аламыз. Одан соң жақсылап миксерлейміз. Көпіргенше миксерлеу керек. Одан кейін біздің бағанағы массамыз ергеннен кейін, яғни біздегі суығаннан кейін барып қосу қажет оны. Сол кезде біздің жұмыртқамыз пісіп кетпейді. Сол үшін оны біріншіден жылы күйінде емес, мұздай күйінде қосу керек болады. Енді жақсылап миксерлейміз. Қою түс шығады бізде қазір. Енді біздегі құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Разрыхлитель, какао және де ұнды жақсылап араластырып 3-4 бөлікке бөліп салуымыз керек. 3-4 бөлікке бөліп салсаңыздар, жақсы араластырып, керемет болып көтеріледі. Енді осыны пісіретін затымызды дайындаймыз. Ол үшін пергаментті 4 бөлікке бөліп аламыз, өлшеп біздің ыдысымызға. Мінекей мен 4 бөлікке бөліп алдым. Енді әрқайсысынан формамен бастырып дөңгелек пішін жасап аламыз. Қазір видеода көрсетілгендей етіп. Және де оны ашып, осы шыққан пішіндерден үстіне 5-6 қасық, 3-4 қасық, яғни бізде бұл жерде 5-6 қасық кетеді. Сол 5-6 қасықты салып, духовкада пісіруіміз керек. Духовкада 190 градуста 7-8 минут көлемінде піседі. Жақсылап барлығында бірінші орында жағып алуымыз керек. Мен қазір екеуін бірінші пісіріп аламын. Одан соң екеуін пісіріп аламын. Мінекей барлығына да осылай жағып алдым. Видеода көрсетілгендей етіп. Енді мінекей менің осы екінен пісіп шықты. Енді барлығында пісіріп алайық. Мінекей бәрінде пісіріп алдым. Осындай болып шықты. Сіздерде әдем болып шығатын деген ойдамыз. Сол үшін жақсылап жасау қажет. Енді креміне көшеміз. Ол үшін бізге сахарная пудра, творожный сыр және де сливки керек. Мен құрғақ сливки қолданамын және де оған сүт қосу арқылы сливкиді жасап аламын. Осындай қою сливки шығу керек. Одан соң творожный сырды аламыз және де оның қақпағын ашып дайындап қойыңыздар. Енді сахарная пудраны салып аламыз. Осылай біріншіден өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбенен саласыздар. Одан соң жақсылап миксерлейсіздер. Сахарная пудраны осылай сеуіп аламыз бетіне. Жақсылап миксерлейміз. Өте ұзақ уақыт бойы миксерлеу қажет. Сол кезде әдем болып көтеріледі. Сондықтан әдемлеп миксерлеу керек. Енді творожный сырды силиконды күрекшемен салып аламыз. Қасықпен салсаңыздар да болады, бәрі өз қалауларыңызша. Енді өздеріңіз қалағанша кремді жағып, әдемлеп безендіреміз. Мінекей дайын болды. Ас болсын.